Ассалаумағалейкум достар, қалайсыңдар, қалдарың қалай? Достар, көп болып кетті, каналда видео шықпай кетті, айыпқа бермеңіздер. Достар, сіздерге айтатын керемет жаңалық бар, ол Дэдпулдың 3-ші бөлімі шығайын деп жатыр. 2024 жылдары шығатын болады, міндетті түрде. И басты біздің жаңалығымыз ол Хью Джекман қайтадан өзінің рөліне қайтадан оралайын деп жатыр. Осы Дэдпул 3-ші бөлімде көретін боламыз. Әрине біздің Хью Джекман оралмайды, басқа Хью Джекман келетін болады. Киновселенная Marvel студиясына қайтадан оралды десек те болады официально. И басқа альтернативный вселенныйдағы Логан рөліндегі көретін боламыз. Басқаша Хью Джекман болады, ол жерде бұрынғы Хью Джекман оралмайды, тек басқаша мощный Хью Джекман Логан фильмдегі тоже сондай мықты бір персонаж келетін болады осы Дэдпул 3-ші бөліміне. Соны көреміз, тамашалайтын боламыз. Қазір мини тизер сияқты, трейлер сияқты шыққан болатын, соны көрейік, тамашалайық. И Дэдпулдың сценарийі уже толықтай жазылып жатыр. Соны қазір көрейік и тамашалайық. Райан Рейнольдстың өзі подтверждать еткен болған осы жаңалықпен таңертең шыққан болатын. Уже көп болды шығып кеткені осының жаңалығына. Мен өкінішке қарай саламадым. Сосын бізде Хью Джекман, Райан екеуісінің фотолар бар, видеомен таныстырған осындай тағы видео ролик бар. Сонда тоже өзімнің каналыма салып қоятын болам. Дэдпул 3-ші бөлімін міндетті түрде күтеміз, тамашалаймыз. И трейлер келетін болса, әзірге трейлер жоқ, әзірге түсірілім барысы басталған жоқ. Қашан басталатыны әзірге белгісіз. Сондықтан жаңалықтар күтейік Marvel студиясынан. Ал ендеше мини тизерін көрейік. Hey everyone, we're extremely sad to have missed D23, but we've been working very hard on the next Deadpool film for a good long while now. I've had to really search my soul on this one. His first appearance in the MCU obviously needs to feel special. We need to stay true to the character, find new depth, new motivation, new meaning. Every Deadpool needs to stand out and stand apart. It's been an incredible challenge that has forced me to reach down deep inside. And I have nothing. Yeah, it's just completely empty up here and terrifying. But we did have one idea. Hey, Hugh, you want to play Wolverine one more time? Yeah, sure, Ryan. Неге осындай жаңалықтар болды, то есть жаңалық емес, анонс болды. Дэдпулдың анонсы 2024 жылдары шығатын болады осы фильм. Шыққан кезде барамыз, кинотеатрға барамыз, көреміз и барып тамашалап қайтатын боламыз осы Дэдпулдың 3-ші бөлімін. И көріп тамашалаймыз. Осындай логотип бізде Дэдпулдың логотипі и сосын Росомаханың логотипі. Бұл рейтинг 18+ болады. Жесткий рейтинг болайын деп тұр бұл фильмді. Сондықтан көреміз и тамашалап қайтатын боламыз. 2024-те әзірге уақыт бар, әлі оған дейін әлі уақыт бар. Әлі көше сериалдар шығады, Марвелдан көше фильмдер шығатын болады, олар бәрін көріп үлгереміз. Дэдпулға да тоже может үлгеріп қалармыз. Ал сіздермен бірге болған мен Даник. Амандықта, саулықта жүздескенше, сау саламат болыңыздар. Давайте.